Сәлем достар, бізде бүгін Ержан Мырзабаевпен тікелей эфир. Кішкене күтейік. Сәлем. Мен жақсы естіліп тұрмын ба? Так. Бүгін бізде өте қызық тақырып. Ержан, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Анель? Так, мен жақсы естіліп тұрмын ба? Я, мен сізді жақсы естіп жатырмын. Сіз мені естіп жатсыз ба? Сейчас мен кішкене звук көтерейін. Все, вроде хорошо. Так, ну классно. Все так вовремя, бастай берейік. Бізде бүгін өте қызық тақырып. Және де қонақта сіз, бүгін сізбен тікелей эфир болған өте қуаныштымын. Мен сізге айтқанмын сол жайлы. Рахмет, мен де өте қуаныштымын. Көптеген достарым айтқан, вау, күшті, Ержанмен, типа, обязательно қосыламыз деп. Қуаныштымын пайдаланудан. Кішкене өзіңіз жайлы айтсаңыз, осы салада, психологиялық тұрғыда тәжірибеңіз жайында. Қайырлы кеш, достар. Қайырлы кеш, құрметті Анель ханым оқырмандары. Менің оқырмандарым да қосылып жатыр. В принципе, олар мені таниды. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандар болып жатыр. Мен білмеймін, сіздің әсеріңізден ба, әйтпесе соңғы күндері оқырмандар белсенді түрде көбейіп бара жатыр. Барақтаңыз, парақшама қош келіпсіздер. Менің есімім Ержан Мырзабаев, мен кәсіби отбасылық психологпын. 2015 жылдан бері отбасы психологиясымен айналысып келе жатырмын. Соған дейін 13 жылдай білім саласында жұмыс істедім, мектепте жұмыс істедім. Мектеп директор болдым соңғы 3 жыл, 27 жасында мектеп директор болдым 30 жасқа дейін. Жасым 35-те, 36 болады, скоро бұйырса, 85 жылғымын. Білім саласында жұмыс істеп жүрген кезде балалардың мектептегі жүріс тұрысы ата-аналармен қарым-қатынасына тікелей байланысты екенін көрдім. Сөйтіп мынаны ұқтым, мәселе мектептің қандай керемет болғанда емес, мәселе мұғалімнің қандай керемет болғанда емес, мәселе баланың өскен ортасы, отбасы екенін. Сөйтіп 2010-2012 жылдары негізгі мамандығым ағылшын тілі мұғалімі. 2010-12 жылдар аралығында магистратура оқып алдық, педагогика, психология мамандығы бойынша. Сол магистратурадан кейін тағы да бірнеше жыл мектепте жұмыс істеп, одан кейін жеке отбасы психолог ретінде жұмыс істей бастадық. 3 жыл мен Алматыда жұмыс істедім. Отбасы KZ жанұя жарасымы орталығы болатын. Сол жерде орталықтың басшысы және жетекші психолог ретінде жұмыс істедім. 2018 жылы отбасы психологиямен 3 жылдан бері айналысып келгендіктен осы салада білімді жетілдіру мақсатында Америка құрама штаттары Хьюстонда Готман институтының біліктілікті арттыру курстарынан өттім. Бұл ешқандай бағдарлама, программа немесе бір стипендия, грант емес, тікелей өзім таңдап, өзім қалап барып қатысқан, сертификаттарын алған маман. Білуімше, сол кезде барған кезде СНГ-ден ешкім мүлдем жоқ еді. Қазақстанда Готман сертификатының институтының сертификатымен жұмыс істейтін мен жалғыз маман сияқтымын, менің білуімше. Сол үйленгем, 3 балам бар. Одан кейін 2018 жылы, 19 жылдары Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істедім. Орта Азияға байланысты, жастарға байланысты үлкен әлеуметтік жоба болған. Сол жерде Қазақстанға жауапты жоба координаторы ретінде халықаралық ұйымда жұмыс істедім. Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істеп жүріп, мен жеке отбасылық психолог практикасын тоқтатқан жоқпын. Жұмыстан кейін болсын, демалыс күндері болсын, онлайн, офлайн түрде семинарлар, тренингтер, жеке қабылдаулар жүргізіп отыруға тырыстым. Одан кейін қазіргі таңда Астанада тұрамыз. Астанада жұмыс істеп жатырмыз. Мен бағанада бір-бірімен өте тығыз байланысты екенін көрдім. Мысалға балаға қарап, мен отбасылық қарым-қатынаспен айналысуға қызықтым. Бірақ отбасы қарым-қатынаспен айналысқан кезде отбасыдағы жыныстық қарым-қатынас, ерлі-зайыптылардың жыныстық тәрбие мәселесі бойынша көптеген түсініспеушіліктер, проблемалар туындағанын байқадым. Сөйтіп өзім үшін мен 2019 жылы Америкадағы профессорден сексология бойынша курстан өттім.
Енді мен тікелей сіз сияқты бір коуч, тренер, сексолог непосредственно соған былай тереңдеп айналыспаймын. Бірақ өз практикамда отбасы болғаннан кейін, ерлі зайыпты болғаннан кейін, қаласақ та қаламасақ та міндетті түрде ол тақырыптарға кіреміз. Және ол тақырыптарда жеткілікті білімін болмаған кезде ерлі зайыптар арасында қарым-қатынасты түзету, жақсарту, күшейтудің мүмкін емес екенін байқадым. Сөйтіп сол саланы кішкене бір оқығанымыз, білгеніміз, бір курстарға, тренингтерге қатысқанымыз бар. Сол үшін сіз осындай тікелей эфир өткізейік деген ұсыныс жасаған кезде мен қызыға қабылдадым. Я, шынымен неге болмасқа? Жалпы бұл біздің қоғамға керек. Тем более менің аудиториям мені отбасы психологы ретінде біледі. Сол мәселелер бойынша жиі хабарласады, сол мәселелер бойынша түрлі сұрақтар сұрайды. Сол үшін мысалға тақырыпқа байланысты оқырмандардан келген бірнеше сұрақтар бар. Мен айттым, ертең раз осы тақырып бойынша сөйлесеміз. Мен өз ойымды айтамын, Анель ханым бойынша сол мәселеге байланысты білікті маманнан күшті жауап аласыз деп айтқан болатын. Ну классно. Мен қазір комментарий өшіріп қойдым, чтобы кішкене сөйлесейік, а соңында мен ашамын, жарай ма, сұрақтар жоқ. Жақсы, сізге как удобно, давайте солай болса да болады. Так, бірінші сұрақ, вообще сіз айттыңыз, вообще Қазақстанда маған өте қызық, қаншалықты, вообще сізде аудиторияңыз қазақша сөйлейтін аудитория ма сізде? Иә. Көбісі қазақша сөйлейді. 90% қазақша сөйлейтін қазақ тілді аудитория. Мен негізі өзім 4 тілде еркін сөйлей берем, бірақ әдейілеп осы қазақ тілді аудиториямен жұмыс істеу, әдейілеп қазақ тілінде жұмыс істеуді өзім былай айтқан кезде саналы түрде таңдадым, осознанно таңдадым. Әйтпесе тура осы контентті орысша да беруге болатын еді, басқа тілдерде де беруге болатын еді. Бірақ мен қазақша тыңдадым. Өйткені біздің қазақ тілді аудиторияда, осы тақырыптарға байланысты мәліметтің, білімнің аз екенін байқадым. Даже элементарно мысалы бір литература оқиын десеңіз, бір ютубтан бір нәрсе көрейін десеңіз, инстаграмнан бір нәрсе қарайын десеңіз, подкаст тыңдайын десеңіз, осы салада мәлімет аз екенін байқадым. Сондықтан мен мүмкін болғанша қолымнан келгенше қазақ тілінде контент беруге тырысамын. Классно. Ал вообще қазақ тілді клиенттер сізге келетін адамдардың саны вообще көп па? Адамдар вообще барып жатыр ма психологтарға? Әсіресе мынау коронавирустың жақсы әсері болды. Мен кейде әзілдеп айтам, у людей кризис, у нас бизнес деп, то есть қиналған кезде адамдар барады. Яғни коронавирус бойынша статистикаға сүйенетін болсақ, мысалға тұрмыстық зорлық-зомбылық 25%-ға артқан деп айтады мысалға. Көптеген отбасылық кризистер болып жатыр. Оказывается, бір кісімен үйленген кезде тек қана онымен бірге тұру емес, сонымен қатар онымен бірге карантинде тұруды да ойлану керек екенін түсінді адамдар. Келетін адамдар көп. Қазақ тілді болсын, орыс тілді болсын, көбінесе қазақ тілді аудитория келеді. Және менің жұмыс істейтін клиенттердің жасы 7 жас пен 62-63 жас аралығындағы осындай. Yani балаларын алып келетіндер бар. Одан кейін подростықтар бар, ата-ана қарым-қатынасы өзіндік. Одан кейін жастар бар, үйленейін деп атқан. Одан кейін белгілі бір жас отбасылы болғандар бар. Сонымен қатар 60 жастан асып, қартайған жасына келіп, түрлі жеке кризистерден өтіп атқан кісілер бар. Мысалы, мен осынша жыл бойы балаларым үшін, немерелерім үшін жұмыс істедім, бірақ қазір мен өзімде ешкімге керек емес сезініп жатырмын деген сияқты. Сол үшін осындай рангта әртүрлі адамдармен, жеке консультациялармен жұмыс істейміз. Өте қызық. Біз мысалы қазіргі біздің тақырыпқа келсек, жыныстық қарым-қатынас жайында. Ерлі зайыптылар келеді ғой бірге, или көбінесе бөлек-бөлек келе ме? Көбінесе жеке-жеке келеді. Жалпы біздің жұмыс істеу методикамыз мынандай мысалға. Міндетті түрде екі тараптың біреуі қарым-қатынасқа шағымданады. Маған бір нәрсе ұнамай жатыр деген сияқты. Кого-то что-то не устраивает. Сонымен сөйлесеміз, одан кейін мүмкін болса екінші тарап шақырамыз. Екінші тарап шақыру мүмкін болмаса бірінші тараппен жұмыс істейміз. Кейбір кезде екеуі бірге келеді. Яғни бұл более такой саналы, осознанный жұптар деп айтар еді. Бізде проблема бар, бұны шешу керек, ал кетіп психологқа барамыз ба, не істейміз, қалай жасаймыз деген кезде сөйтіп келетіндер бар. Ол жерде біз жұптармен бірге жұмыс істейміз. Бірінші сеанс, екінші сеанс 45 минуттан бөлек-бөлек тыңдаймыз. Үшінші сеанс қайтадан бірге отырып, қорытындылап, алдағы жұмыс жоспарын шығарамыз. Бір диагностиканың өзіне, проблеманы анықтаудың өзіне бір кем дегенде 2 сеанс, 3 сеанс кетеді. Адамдар қарым-қатынасқа байланысты келген кезде. Сол үшін жұптармен келетіндер бар, жеке келетіндер. Жеке келетіндер көбірек, ашық айту керек.
Ну, понятно. Да. Ну, даже екеуі келгенде де өте жақсы бір жағынан, да? Окей. Так, енді біздің тақырыбымызға келейік, да? Өте қызық тақырып. Себебі маған осындай сұрақты мен айта кетейін, менің YouTube парақшамда 70% еркектер тыңдайтын, ер кісілер. Қызық. Обычно сіз әйелдерге байланысты контент бересіз. Менің сондай бір впечатлением бар. YouTube'да солай. И көптеген сұрақтар еркек кісілерден келеді. И бүгінгі тақырып айтқандай, да, осындай көп сұрақтар келеді. Әйелімнен ләззат ала алмаймын, да? Осындай мәселе көп жылдап тұрып бірге, да? Уже, может быть, қызығушылық, да, как бы төмендеді. Бірақ ләззат ала алмаймын дегенде, ол көбінесе, наверное, психологиялық тарапынан, да, скорее всего, мәселелерін айтсақ. Потому что менің пікірімше, сол үшін мен сіздің пікіріңізді, да, психолог ретінде. Потому что физиологиялық тұрғыда, в целом, еркектің, ну, как бы, жыныстық қатынасқа түсетін қызығушылық вроде как болу керек сияқты. Физиологиялық тараптан, да? А психологиялық, это вот терең бірдеме қиын сияқты, да? Сол жерде айтсаңыз, вот именно психологиялық тұрғыда. Осы мәселе жайында сізге келген ба, осындай нәрселермен, осындай мәселелермен сіз жұмыс жасадыңыз ба? Айта кетсеңіз. Иә, бағана да айтып кеткендей, отбасы болғаннан кейін міндетті түрде ол тақырыптар сұралады, ол тақырыптар талқыланады. Қалай әйел кісінен сұрайтын болсақ, сіз күйеуіңізбен жыныстық қарым-қатынасыңызға көңіліңіз толады ма, қанағаттанасыз ба, жоқ па деген сияқты ашық түрде сөйлесеміз. Тура сол сияқты ер кісілерден де сұраймыз. Көп жағдайларда енді әйел кісілердің көңілі толмайды, бірақ кейбір кезде ер кісінің де көңілі толмайтын ситуациялар болып тұрады. Бұл жерде мынаны ескеру керек. Ерлі зайыптылар арасындағы жыныстық қарым-қатынас пен еркек пен әйел арасындағы жыныстық қарым-қатынас арасында айырмашылық бар. Айырмашылық бар. Өйткені сіз мысалыға енді әртүрлі құндылықтарға ие адамдар бар, әртүрлі өмір салтымен өмір сүретін адамдар бар. Мысалға сіз 3 айда бір әйел ауыстырсаңыз, 6 айда бір еркек ауыстырсаңыз, мысалға бойдақсыз үйленбегенсіз, әртүрлі еркектермен бірге бола берсеңіз, ол жерде алатын ләззат және ол жердегі жыныстық қарым-қатынас мүлдем басқаша болады. Әрдайым сіздің алдыңызда жаңа бір адам, өзгеше бір адам, ал жаңа өзгеше адам әрдайым қызығушылық тудырады. Даже бұған байланысты қателеспесем, мен қателессем түзетіңіздер, ешкімді ренжіткім келмейді. Грузин халқының ба, армян халқының ба сөзі бар. Самая красивая жена, чужая жена дейді. Яғни басқа әйел ер кісіге әрдайым сұлу көрінеді, әдемі көрінеді деген сияқты қалау бар. Ал ерлі зайыптарда не болады? Біз 3 айда бір күйеуімізді ауыстыра алмаймыз. 6 айда бір әйелімізді ауыстыра алмаймыз. Ішім піспетті, бір жаңашылық болсын, өзгешілік болсын деген сияқты. Сондықтан бұл жерде басқа әйелдермен қарым-қатынас сияқты ойламау керек. Яғни ер кісі сұрағандықтан, ер кісі тарапынан көбірек жауап беруге тырысайын. Басқа әйелдермен болған қарым-қатынас ретінде қарамау керек. Одан кейін ер кісілерде жалпы аңшылық инстинкт бар. Жаулап алу, аңду, қолға түсіру. Мысалы, ол қалай бір жануарларға байланысты ондай инстинкт болса, тура сол сияқты жаңадан көрген, бірінші рет көрген бір әйелдің жүрегін жаулап алу, көңілін өзіне қаратып алу, мысалға. Бұл да бір аңшылық инстинктімен әрекет ететін нәрсе. Бөтен әйел болған кезде бұл инстинкттер белсенді түрде жұмыс істейді. Ал өз әйелім жұбайым болған кезде, ол несін жаулап аласың деп ойлайды адамдар. И так уже әйелім, и так уже бірге тұрып жатырмыз, и так уже қасында, үшеу ол әйелден менде там 2 бала, 3 бала, 5 балам бар деген сияқты. И бұл жерде аңшылық инстинкт азая бастағандықтан, сол кісіге, яғни жұбайына деген қызығушылық соған қарай азаяды. Соған қарай азаяды. Бұл жерде ерлі зайыптылар осыны ескеріп, осыны білу керек. Яғни бұл бір проблема, немесе там менің әйелім әдемі емес, немесе мен еркек ретінде менде что-то не то ма деп бір комплекстерге кіріп қиналудың керегі жоқ. Әрине медицина какой-то бір противопоказаниялар болса, олар демдеу керек міндетті түрде. Ал олардан бөлек чисто психологиялық тұрғыда ондай комплекстерге, қиыншылықтарға кірудің керегі жоқ деп айтар едім. Не істеу керек? Бұл жерде мынаны қарау керек. Сіз ерлі зайыптылар бір-біріңіздің араңыздағы қарым-қатынасты әрдайым жанартып отыру керек. Әрдайым жанартып отыру керек. Және егер сырттағы еркекпен, бөтен еркекпен әйел жыныстық қарым-қатынас мәселесінде көбінесе физиология итермелейтін болса,
көбінесе гормондар итермелейтін болса, некелі ерлі зайыптыларда жыныстық қарым-қатынаста итеретін нәрсе бұл психология болады. Егер психоэмоционалдық деңгейде әйеліңізге ашулы болсаңыз, күйеуіңізге ренжулі болсаңыз, бір-біріңізге ауыр сөздер айтылған болса, бір-біріңізге психологиялық тұрғыдан көңіл күйіңіз қалып отырса, бірге жеке уақыт өткізбесеңіз, эмоциялық бір жақындық жоқ болса, бұл міндетті түрде жыныстық қарым-қатынасқа әсер етеді. Яғни егер ер кісі психологиялық тұрғыда әйеліне дұрыс көзқараста болмаса, ол әйел бүкіл еркектер үшін ең әдемі, ең көркем, ең сұлу, ең сексуалды болсын, соның өз күйеуі оған ондай көзқараспен қарай алмайды. Өйткені психологиялық барьер бар. Мысалы, біз курсқа қатысқан кезде, маған сол кездегі профессордың айтқан сөзі өте қатты ұнады, и мен сол принципті жиі ұстанамын. Самый сексуальный орган – это мозг, дейді. Яғни, сіз де соны растайсыз деп, самый мозг. Яғни, егер сіз миыңызбен, ақылыңызбен, ойыңызбен әйеліңізге немесе күйеуіңізге деген көзқарасыңыз, ұстанымдарыңыз, ойларыңыз дұрыс болатын болса, ойыңызды басқа нәрсе бөліп жатқан жоқ болса, сіз жыныстық қарым-қатынаста соған қарап еркін боласыз. Немесе миыңыздағы фантазиялар, ойлар әйеліңізге байланысты дамытатын болсаңыз, оны жақсы жақтарын көбірек ойлайтын болсаңыз, тура сол сияқты әйелге де қызығушылық артатын болады. Яғни бағанағы мәселе психологиялық тұрғыдан ондай бір кедергі бар. Сол үшін осылай шағымданатын ер кісі не істеу керек? Дұрыс па? Мәселе солай, яғни, окей, ондай проблема бар, психологиялық барьер бар, вроде жұрттар менің әйеліме көңіл аударады, вроде комплимент айтады, вроде о, сен әйелің красавица деп айтады, бірақ мен ондай нәрсе сезбеймін. Сол барьер бар ма? Бар. Не істеу керек? Біріншісі, сол ерлі зайыптар арасындағы психоэмоционалды жақындықты күшейту керек. Бұл немен болады? Бір, күніне кем дегенде жарты сағат сөйлесу. Самый басты элементарный, банальный нәрсе, бірақ сөйлесу. Неге сөйлесу маңызды? Сөйлесу, бір-бірімізді сөйлесу арқылы күйеу мен әйелі өзін қауіпсіз ортада сезінеді. Яғни бүкіл претензияларымды айттым, оның маған претензияларын тыңдадым, жақсы илтипаттарымды айттым, оның жақсы илтипаттарын тыңдадым, мені мазалаған мәселені бөлістім, ол мазалаған мәселені бөлісті, болды. Мен осыларды сөйлескеннен кейін, маған ары қарай додумывать не надо. Когда люди не разговаривают, что происходит? Не болады сөйлеспеген кезде, әйелің қабағы тырысып жүр. Күйеуі ойлайды, опять мына қатын вечно недоволен бір нәрсеге. Тағы не жетпей жатыр бұған. Мысалы. Немесе күйеуінің бір нәрсеге көңіл күйі жоқ. Әйел не ойлайды? Не болды, бір үйге келіп күлсе болады, вечно недоволен болып жүреді. То есть бізде бір-бірімізге қатысы жоқ нәрселерді біз начинаем додумывать. Бұл бізді қауіпті зонаға түсіреді. Біз өзімізді комфортно сезінбейміз, қауіпсіз сезінбейміз. Сәл бір замечание айтса, резко реагировать етеміз. Сен и так недовольны болып жүрген едің, вот придираться етем деп жатсың ба, міне саған деген сияқты қарсы шығуға тырысамыз. Бұл проблема. Ал сөйлескен кезде осы дискомфорттың барлығы несе шешіледі. Сөйлесу арқылы ерлі зайыпта бір-біріне сенім пайда болады. Сенім пайда болған кезде біз әртүрлі әңгімелерде, тақырыптарда ашық және еркін сөйлесе аламыз. Қаншама ер кісілер бар мысалға, өзінің жыныстық қалауларын әйеліне еркін айта алмайды. Қойшы, айтсам қазір ренжіп қалады, айтсам қазір түсінбей қалады, бір нәрсе сұрасам, ты что, озабоченный деп айтады. Қойшы дейді, өзін байқаған кезде табиғи, нормальный қалауларын басады. Ал өз қалауларын басуға мәжбүр болған ер кісі әйеліне не пайда болады? Негативті көзқарас пайда болады. Жұрттың әйелі біздің әйеліміз әйел емес деген сияқты салыстырулар пайда болады. Не болды? Сондай бір еркін сөйлесе алмаудың нәтижесі. Сөйлесіңіздер, әңгімелесіңіздер, сол жерде айтыңыз. Мен мынандай нәрсе қалаймын, мен мынандай өзгеріс қалаймын, мен мынандай жерді қалаймын деген сияқты. Плюс бізге жыныстық қарым-қатынасты қалыпты жағдай ретінде, ол ешқандай эмоционалды нәрсе жоқ, қалыпты деңгейге, банальный деңгейге түсіретін нәрсе бұл орта. То есть среда, обстановка. Ол да психологиямызға қатты әсер етеді. Егер сіз күніге один и тот же спальняға барып жүрсеңіз, күніге один и тот же төсекке, кроватқа жатып жүрсеңіз, бұның барлығы психологиялық тұрғыдан банальность қалып келеді. Ал банальность қалыпты жағдайға келу қызығушылықты бәсеңдетеді, азайтады. Сол үшін бұл жерде
яғни жыныстық қарым-қатынасты тек қана спальняда жасау керек деген шарт жоқ. Психологиялық ондай барьерлер, ондай комплекстерге кірмеңіздер. Ашық болыңыздар, еркін болыңыздар. Яғни балдар, бөтен адамдар болмаған кезде бүкіл үй сіздікі. Қалаған жерде қалаған нәрсеңізді істей бересіз, ерлі зайыптысыз. Бұл жерде қысылатын, ұялатын нәрсе болмайды. Кейбір кезде үйде даже сол айтайық, мысалы мүмкіндік жоқ, тек қана спальнямыз бар. Спальнядағы жасалған перестановканың өзі психологиямызда жаңа орта сияқты сезіледі. Сол кровать былай тұр ма, кейбір кезде былай қойыңыз. Бір бұрыш тұр ма, кейбір кезде басқа бұрышқа қойыңыз. Шифонер мына жерде тұр ма, кейбір кезде шифонерді басқа жерге қойыңыз. Яғни перестановка жасаудың өзі психологиялық тұрғыдан жаңа бір ортаға келген сияқты сезінеді. Және бұл жерде соны ескеру керек. Сөйлесуден келдік мәселеге. И екіншісі айтатын нәрсе, ерлі зайыптылар бір-бірінің бойындағы жақсы қасиеттерді тауып, соларды айтып отыру керек. Біз көп нәрсе әйеліміздің бойындағы қателіктерді, кемшіліктерді байқаймыз. Что психологически, яғни мінезіне, сөздеріне, көңіл күйіне байланысты, что физиологически. Семіріп кетіпсің, азып кетіпсің, бетіне әжім түсіп кетіпті, фигураң онша емес деген сияқты кемшіліктер таба береміз. И осылай кемшіліктер тапқан сайын біз өзімізді психологиялық тұрғыдан әйелімізден ұзақтатамыз. Ал психологиялық тұрғыдан ұзақтау, бұл жыныстық тұрғыдан да ұзақтауға алып келеді деп айттық басында. Демек, бұл жерде әйеліміздің бойында қандай да бір қате, кемшілік, изян дейді ғой, табу ерлік емес. Это не какое-то достижение. Вау, таптым, сенің 5 килограмм артық екен деген сияқты. Немесе, таптым, сен қабағын түйіп жүреді екенсің. Таптым, сен мынандай қырсық мінезің бар екен. Это не достижение. Да. Потому что психологически әрбір адам қате, кемшілік табуға бағдарланған. То есть мы запрограммированы находить минусы. Изначально это было необходимо для самосохранения. Мысалы, көше машинамен кетіп бара жатсыз, мысалы, машина кетіп бара жатсыз, иә? Егер машинеде бір жерде что-то не так болса, соны байқайсыз. Байқау керексіз. Авария болыпты дейсіз, мысалы. Потокпен кетіп бара жатқан жүздеген машина, қалай күшті кетіп бара жатыр деп айтпаймыз, бірақ бір обочинада тұрып қалған машина, авария жап қойған машина, аварийға жап қойған машина сразу байқаймыз. Тұрсын деп ашуланамыз оған, мысалы. Бір кемшілік тапқан кезде. Бір үйге кіресіз, мысалы, бір бөлмеге кіресіз, қабырғада картинада тұр. Қисық тұрған картинаны тез байқаймыз. Қисық тұр екен, түзетіп қойсыншы, не ме деген сияқты. Сол үшін, осы біз еңбектенеміз ба? Қандай изян тапсам екен, қандай кемшілік көрсем екен, қандай недостатық байқасам екен адамның бойында, бір ортада? Жоқ, оны еңбектемейді, автоматически ойымызға келеді. Жақсы жақтарын көру, жақсы қасиеттерін көру, это требует труда. Бұл еңбек қажет етеді. Поэтому күйеу әйелінен ләззат алғысы келген еркектер, көбісі еркек деп жатсыз, бізді тыңдап жатқан ер кісілер, тыңдап жатқан әйелдер бұны күйеулеріне тыңдатқызсын, немесе жеткізсін, қазір цифровой форматта бәрін тыңдатуға болады. Әйеліңіздің бойыңызда жақсы қасиеттер табыңыз. Кәдімгідей ана брейнсторминг дейді, миды қинау керек, мозговой шторм жасау керек. Ё-моё, бүгін қандай жақсы нәрсесін көрсем екен, бүгін қандай жақсы нәрсесін тапсам екен, бүгін қандай жақсы нәрсесін байқасам екен. До того былай сволочь, оңбаған сорлы әйел, но все-таки что-то же должно быть. Яғни утрировать етіп айтып жатырмын, ешкім ондай нәрсе емес, ондай емес. Табасыз и айтасыз. Не просто табу и айту. Декларация маңызды. Жаным, сен сияқты маған ешкім істемейді. Сүйіктім, бүгін сен сияқты ешкім күлген жоқ. Жаным, саған киген мына көйлегім бүгін керемет жарасты. Махаббатым, сен бүгін балаға сабақ оқытып отырған кезде сырттан сүйсіне қарандым. Менің балдарымның қандай керемет ана таңдап мен оларға деген сияқты. Бүгін мен жұмысқа кетіп бара жатқан кезде менің бетімнен сүюін мен үшін өте керемет әсер етті. Жақсы нәрселерді айтыңыз. Ол жағынан баққан кезде сарам болудың, жадны болудың, жмот болудың керегі жоқ, тегін нәрсе ғой бұл. Осы жақсы нәрселерді табу и жақсы нәрселерді айту. Екіншісі. Үшіншісі, базы осы үшеуі на данный момент жетеді деп ойлаймын. Ары қарай сұрақтар болып жатса жауап береміз. Үшіншісі, құрметті оқырмандар, әсіресе ер кісілерге айтамын, әйеліңізді басқа біреумен салыстырған кезде, еркектердің 90% салыстырады, всегда әйеліңізге басымдылық беріңіз. Басымдылық дегенде, это типа... Преимущество. Да. Плюс.
Плюс. Мысалға қара, мысалы енді айту керек, бұл психология болғандықтан барлық нәрсе, бәрі емес, бірақ 90% сондай деп айтуға болады. Ондай категория кірмейтін ер кісі бар, оларды ренжітіп қоймайық. Поэтому мен сөздер таңдаған кезде мұқият болуға тырысамын әрдайым. 90% еркектер салыстырады. И салыстырған не істеймін, мысалы, магазинге барды, бір сатушы тұр. Әдемі, сыпайы, күшті, керемет, лавочканың алдында тұрып, саламатсыз, қош келдіңіздер. Қандай әдемі екен, қандай сыпайы екен. Біздің әйел осындай әдемі болса екен. Менің әйелім менімен осылай сыпайы сөйлессе екен. Менің әйелім маған осылай күлімсіреп күтіп алса, мен оған жанымды беремін ғой дейміз да. Біз бөтен әйелмен өз әйелімізді салыстырамыз. И салыстырған кезде не болып жатыр? Дәл осы әңгімеде біздің әйеліміздің рейтингі түсіп жатыр. А это приводит к психологическому отдалению. То есть ми автоматически соны ойлайды, бірақ миді контролировать ететін не? Сознание. Бізде сознание бар, подсознание бар. Подсознательно, бөтен әйел әдемі күшті сияқты көрінеді. Бірақ сознаниені қосып, жоқ, тоқта. Что там за лавочка, бөтен адамға күліп тұру, оңай нәрсе. Менімен тұрып көрсінші, маған 2 күн шыдамайды. Ал менің әйелім менімен бірге 5 жылдан бері тұрып жатыр. Кім біледі, может быть, түрінен әдемі шығар, бірақ мінезі қырсықтың біреу болуы мүмкін. Зато менің әйелім мінезі керемет күшті. Зато менің әйеліммен мен оның мысалға бүкіл қыр-сырын білемін. Зато менің әйеліме деген махаббатым күшті. Зато мен даже, может быть, ақшаға басқа бір әйелді, немесе менің ақшам үшін басқа бір әйел менімен бірге болуы мүмкін, бірақ менің әйелім сияқты мені жақсы көріп, эмоционально менімен бірге болмайды. Осындай сопоставлениялар пайда болған кезде, сразу әйеліміздің бойындағы жақсы қасиеттерді ойлаймыз, и оның рейтингін автоматически көтереміз. Сол кезде біз миымызға қандай установка береміз психологиялық тұрғыдан? Ең әдемі әйел менің әйелім. Ең керемет әйел менің әйелім. Ең мықты ана менің балдарымның анасы. И ойымыз басқа әйелдерге кетпейді. Басқа әйелдермен флиртовать ету, қарым-қатынас құру, көзіне шөп салу сияқты қауіпті жағдайлардан да өзімізді және отбасымызды сақтаған боласыз. Яғни осы 3 нәрсені хотя бы для начала істейтін болсаңыз, онда әйеліңізге деген көзқарасыңыз өзгереді, жыныстық қарым-қатынасыңыз жақсарады, психологиялық барьерлер және психологиялық суықтық ортадан жойылатын болады. Өте күшті. Прям мен прям үміттенемін, что осы видеоны қараған еркек кісілер сол сіздің кеңестеріңізді алып жасайды, амал жасайды деп ойлаймын. Вот, классно. Енді комментарийді ашайық, көрейік да, сұрақтарды. Так, көрейік. Пока жазып жатыр, күтейік кішкене. Осы тақырып бойынша сұрақтар болса жақсы болар еді. И сіз Ержан айттыңыз да, сіздің кеше оқырмандарыңыз кейбір сұрақтарды айтқан. Мен соны давайте айтып кетейік, пока кісілер сұрақтарын жазатқан кезде. Мысалға бір әйел кісі оқырманым жазады. Менде аудиторияның 75% әйел кісілер. Сосын біз екеуміз дополнять етіп отырамыз. Яғни әйел кісілерге ер кісінің пікірі маңызды болады, өйткені күйеуін ойлайды көп жағдайларда. Ал ер кісілерге әйел кісінің пікірі маңызды болады, өйткені әйелін ойлайды көп жағдайларда. Әйел кісі айтады, менің күйеуім жыныстық қарым-қатынасты күніге қалайды. Ал маған аптасына 1 рет жетеді. Сол үшін мен қаламаймын. Жиі күйеуіме қаламаушылықты білдіремін. Қаламаушылықты білдірген кезде күйеуім ренжиді, өкпелейді, ашуланады. Осындай кезде не істеу керек дейді. Сіз не айтасыз ғана бұған? Как раз. Сіз не айтасыз осыған? Сіздің ойыңыз біріншісінде. Бізде сексология тарапынан, что кейбір адамдарда жыныстық белсенділік, да, өзінің физиологиялық тұрғыда кейбіреуде өте жоғары, кейбіреуде өте төмен. Біреулерге 1 рет жеткілікті. Жыныстық, жаратылыс сондай. А кейбіреуде күнделікті. Осы жерде как раз таки мәселе туғызғанда соны шешу керек екеуі отырып, и в общем шешілетін нәрсе. Бірақ кейбір кезде қиын да адамдарға бір шешімге келу қиын, себебі біреулер не хотят, біреу хочет надо на уступки, да, идти компромисс. Да, компромисске. Ана жерде кейбіреу компромисске шыққысы келмейді, сол жерде әрине мәселе туындайды. Ну, в общем, это в целом жыныстық белсенділік, да, жаратылыс в целом. Мен сізге қосылам.
әркімнің жыныстық конституциясы әртүрлі болады. Соған байланысты жыныстық белсенділік, жыныстық баққан кезде қалаулар, предпочтениялар әртүрлі болады. Кейбіреулер көп қалайды, кейбіреулер аз қалайды. Бірақ мынандай нәрсе мен ұсынар едім сіздің сөзіңізге қосымша ретінде. Бұл жерде біз күйеуіміздің қалауларына жауап беру керек деп ойлаймын. Өйткені жыныстық ерлі зайыптылар көп уақытта бір-бірін компромиске барамыз. Белгілі бір нәрселерді бір-бірімізді жақсы көрген үшін жертвовать етеміз, жанқиярлық жасаймыз. Және осы жерде мен аптасына бір рет қалаймын, демек аптасына бір рет мен белсенді қатысып, кірісіп, бұл процестен ләззат алып өткіземін. Ал қалған уақыттарда мен қаламаймын. Бірақ менің қаламауым, это не значит, что мен күйеуіме приятно жасай алмаймын. Это не значит, что мен күйеуімнің қалауларын қанағаттандыра алмаймын. Мысалға, балаларды, кішкентай балаларды еміздіретін аналарды қараймыз мысалға да, күніне 5-6 рет еміздіреді, күніге еміздіреді, айлар бойы еміздіреді. Бірақ мен шаршадым, бүгін еміздіргім келмейді, қойшы демейді. Кейбір кезде ойбай балапаным, сүйіктім, күнін деп ат дұшы еміздіреді. Кейбір кезде қайттан ба, қайдан шықты, әсіресе түнгі уақытта оянып кеткен кезде ерін шетіп ашылады, бірақ бәрібір еміздіреді. Неге? Өйткені мен баламды еміздірмесем, баламды ешкім еміздірмейді. И әйелдер де осыны ойлау керек. Яғни мен күйеуіммен бірге болмасам, күйеуім бұл қажеттілікті басқа біреумен қанағаттандыра алмайды. Это не кафе, это не ресторан, это не покушать, там үйде тамақ жоқ, сырттан жеп кел. Әйелдің тамағы ұнамады, сырттан закажи деген нәрсе жоқ. Жыныстық қарым-қатынас интимный мәселе болғандықтан, бұл жерде сіз, яғни әйел ретінде мен күйеуімнің қажеттіліктеріне жауап берейін. Аптасына бір рет мен өзім ләззат аламын, қалған уақыттарда күйеуім үшін беремін. И бұл жерде басынан бастап сіз айтқаныңызды келісіп алу керек. То, что я не хочу, это не значит, что я тебя не люблю. Өте маңызды. Потому что көп ер кісілер әйелінің жыныстық қарым-қатынас қаламаған кезде, значит мені жақсы көрмейді, значит мені менсінбейді, значит мені қаламайды деп бір агрессияға беріледі. Нет, мен сені жақсы көремін, просто мен физически қаламаймын. И это нормальный нәрсе. Бірақ мен қаламасам да, көңіл күйім жақсы болған кезде, басым ауырмаған кезде, қатты шаршап тұрмаған кезде, определенный уақыттарда мен сенімен бірге бола алам, и саған берген удовольствиядан ләззат алам. Яғни, бұл жерде егер сіз де менің сөзімді қолдайсыз деп ойлаймын, көп сексологтар сондай кеңес береді, мен де параларға беремін. Жыныстық қарым-қатынаста мәселе тек қана өзіміздің ләззат алуымыз болмау керек. Яғни қарсы тарапқа жолдасыма ләззат берем деген жыныстық қарым-қатынасқа кіріскен кезде, сіз басқа кісінің ләззат алу процесінен де ләззат ала аласыз. Мен осылай толықтырамын. Әрине мен қосыламын, себебі еркек кісі белсенді болса, это как бы не совсем проблема ретінде емес, в основном, потому что әйел адам, в принципе, қосыла алады, да, в целом, жағдай болады. Ал керісінше болса, когда әйел кісінің белсендігі өте жоғары, а еркек кісі, мысалы, наоборот, төмен. Сол кезде проблеманы шешу енді кішкене қиынға түседі. Менде ондай паралар да болды, әйел айтады, я хочу больше дейді мысалы. Он не может, не істейін дейді. Ер кісі айтады, мен шаршаймын, мен физиологист бер, күшім жетпейді, жұмыстан келемін дейді. И ондай конфликттер де болып тұрады. Да, вот это вот тоже сондай сияқты. Бұна жерде сұрақтар келді, өте қызық. Көбісі біреу жазды, мен жан деп айта алмаймын. Мен ойымша, это как ұят сияқты ма да, ретінде қабылдайды көбісі. Осындай сөздерді айту. Или қыздар айтып отыр мына жерде, да. Ұят сияқты деп. Еш ұяты жоқ. Яғни ұят болғанда кімнен ұят? Во-первых, күйеу мен әйел арасында ұят деген нәрсе жоқ. Поэтому жоқ. Балалар тарапына ойлайтын болса, балалар үшін наоборот жақсы тәрбиелік процесс бар бұл жерде. Өйткені папасы мен мамасы бір-бірін еркелетіп сөйлеуі, бір-біріне илтипат етуі, бір-біріне комплимент жасауы балаларда психологиялық тұрғыдан қауіпсіздік сезімін оятады. Папада мамада бәрі жақсы, окей, менде де бәрі жақсы. Ал үшінші тарап бар, енді біз Қазақстанда тұрғаннан кейін қазақи отбасыда кейбір кезде ата-әже болады, ағалар болады, қайынсінер болады, үлкен семьялар болған кезде, ол жерде байқау керек енді. Әр семьяның тәрбиесі әртүрлі, салты әртүрлі. Егер сіздің семьяңызда ондай нәрсе не приветствуется болатын болса, тогда сіз әйеліңіз, балаларыңыз, яғни өзіңіздің негізгі отбасыдан тыс адамдар болған кезде айтпаңыз, ал қалған уақыттарда айтыңыз. Ал егер мынандай нәрсе болатын болса, мен бүгінге дейін айту керек екен, білген жоқпын, еш айтып көрген жоқпын, народ емес, айтсам қалай болады екен деп ыңғайсызданатын кісілер болса,
оларға лайфхак айтайын. Тогда кейбір кезде ауызша айту қиын болады. Сол үшін бірінші жазбаша айтыңыз. СМС-терді қолдана бастаңыз. Жаным, привет, мен үйге келе жатырмын, бір нәрсе алып келейін ба? Жаным, күнің қалай өтіп жатыр? Сүйіктім, мен сені сағындым, мен сені қалаймын деген сияқты. Бірінші СМС-тен пайдалана бастаңыз. Одан кейін аудио сообщениемен пайдалана бастаңыз. Одан кейін кішкене уверенность пайда болған кезде сол жылы сөздердің результатын сразу көресіз. И сол результатты көрген сайын сіздің бетіне тікелей дауыстап айтуға мотивацияңыз пайда болады, уверенность пайда болады. Да, классно. Ну, СМС жайында классный лайфхак. Мына жерде бір сұрақ болған, тоже қызық, кейбір қыз жазып жатыр да. Фигурасы жақсы болса, әдемі, бәрі күтініп, бірақ басқаларға қарайды деген. Это тоже, да, то, что сіз айтып жатқан үш мәселе жай, ну, как бы не үш мәселе, а басында айттыңыз, что әйеліне деген отношение басқа, это всегда автоматически өзгеше, да. То есть это, менің сұрағым айтқаным, что в целом әйел кісі өзін әдемі күтсе, фигурасы бәрі жақсы болса, это не показатель, что еркегіне постоянно как бы желаниясы болады дегенде, да? Да. Это не гарантия. Да. Это не гарантия. Көп адамдар, көп әйел кісілер былай ойлайды да, что егер мен тек қана өзінің физикалық сұлулығыма мән беретін болсам, онда күйеуім ешкімге қарамайды, ешбір жаққа кетпейді, постоянно қасында болады и постоянно мені қалап тұрады деп ойлайды. Бірақ жоқ, бұл бөтен еркектермен солай жұмыс істеуі мүмкін, бірақ күйеуіңізде олай жұмыс істемейді. Бұл жерде самое главное психоэмоционалды жақындық қарайды мысалға. Менде практика нәрсе көп болған, мысалға күйеу мен әйел ажырасатын халге келген. Күйеуінің там екінші әйелі бар, басқа әйелге кетіп қалды. И әйелдің таң қалатын нәрсесі сол. Ладно дейді, кеткен әйелі менен әдемі болса, ладно, кеткен әйелі менен жас болса дейді, я не понимаю, что он в ней нашел деп таң қалады мысалға. Мен адекватный адам ретінде өзімнің басқа әйелдер сұлулығын салыстыра аламын. Я там вся такая красавица при наряде, анау кісі менен 5 жас үлкен, баласы бар, түр десе, оны аспашқан түр жоқ, фигура десе, фигура жоқ. Сол үшін не істейді, ондай жағдайларда мен қиналам дейді. Я не понимаю, что за, как так? Сол үшін мен айтамын, вот именно, что мәселе физиологиялық тұрғыдан емес, психологиялық тұрғыда. Значит, она ему дала что? То, что вы не могли дать. Общение, отношения, уважение, теплота, сөйлескен кезде на одной волне сөйлесе алу, бір-бірін түсіне алу дегенді берген болу керек. Әңгімеден, мәміледен болады. Мысалға, мен как-то бір не оқығам, оқырмандарға пайдалы болады деймін, бір исследование оқығам. Жезөкшелер бар. Жаман әйелдер деп айтайық, мысалға, ақшаға жыныстық қарым-қатынас қызметтерін беретін жезөкшелер бар. Бізде ол заңды түрде тыйым салынған, поэтому олар біз жезөкше дейміз. Европада, Америкада ондай емес. Зерттеу жүргізген, жезөкшелердің айтатыны, бізге келетін еркектердің көбісі, процент қазесінен, бірақ көбісі, еркектер көбісі, жыныстық қарым-қатынас үшін емес, сөйлесу үшін келеді дейді. Мен бұны естіген кезде таң қалғам. То есть ол жыныстық қарым-қатынас әйелмен де жасай алады, әйел оған бәрін жасауға дайын, в принципе, бізге келген тура сол әйелді көреді. Может, біз какой-то бір техникалар білетін шығармыз дейді, енді опыт көбірек болғандықтан, бірақ сол техникаларды любой әйел үйрене алады, в принципе. Но бір қызығы келіп, сағаттан бір түнге, жарты түнге, бірнеше сағатқа келген өзіне жасайтын нәрсе әңгімелесу көрді. Бұл психолог сияқты тыңдаймын, шай ішіп, кейін не болды, ой, сен мықтысың, күштісің дейді, и блин, маған осы әйелмен жетпей тұрады деді. Yani поэтому тек қана физиология әдем болсам, басқа әйелге қарамайды деген нәрсе, это не гарантия, это миф. Все зависит от психоэмоциональной близости. Ну, классно. Вообще, күшті түсіндіреді екенсіз, прям хочется слушать, на жерде прям этот, классно. Так, мына жерде енді, в принципе, басқа сұрақ жоқ сияқты, в основном комментарий. Сіз өзіңіз консультация, сізге консультацияға жазылуға болады, да? И ерлі-зайыптылар, и бөлек жеке-жеке можно как бы оқырмандар арасында сізге консультацияға барам дегендерге бірдеме. Я, құрметті достар, мен онлайн, офлайн түрде, офлайн Астана тұрғандар үшін, өткеніміз Астананың, онлайн, офлайн түрде жеке консультация өткізем, жеке қабылдаулар өткізем, сонымен қатар түрлі марафондар, онлайн курстар өткізем. Негізгі тақырыбым ерлі-зайыптар арасындағы қарым-қатынас және бала тәрбиесі.
осы тақырыптар бойынша өзіңіз жеке психологияңыз байланысты тақырыптар бойынша сұрақтарыңыз бар болса, мәселеңіз бар болса, пожалуйста, Ержан Мырзабаев бізді Инстаграмнан, Ютубтан, Телеграм каналдарынан таба аласыздар. Сол жердегі контактілер арқылы хабарласып, түрлі консультациялар ала аласыздар. Сіздерге көп рахмет. Сізге рахмет. Эфир сақталады, және де YouTube парақшаға да шығарам. Жақсы, Анер ханым, сәттілік, қайырлы кеш, аман болыңыздар, сау болыңыз.